Торғай Трюм командасы шағын футболдан әлем чемпионы атанды. Бұл қазақ футболындағы тарихи жетістік. Германиядан алтынмен оралған аяқ допшыларды, жанкүйерлері әуежайдан құрмет қошеметпен қарсы алды. Әлемнің 44 елінен келген команда қатысқан чемпионатта тек Маңғыстаудың ғана емес, барша елдің намысын абыроймен қорғаған командаға жанкүйерлер құрметі ерекше болды. Германияда өткен чемпионатта қазақстандық команда Ливия, Египет, Украина құрамаларымен бір топқа түскен. Іріктеу кезеңде топтан 3-ші орынмен шыққан команда жартылай финалда Мексика, финалда Украина құрамаларынан басым түскен. Ақтаулық ұжым алдымен облыстық чемпионатта жеңімпаз атанды, ал республикалық кезеңде Астанада әр өңірден жиналған үздік 50-ге тарта команда бақ сынаған. Ол жарыста да қарсылас шақ келтірмеген Ақтаулық ұжым әлем чемпионатына берілетін жалғыз жолдаманың иесі атанған. Осылайша әлемдік бәсекеде ел атынан өнер көрсетуге мүмкіндік алған. Ең басында бізге қиын болды, группалық топтағы ойында 3-ші орын алдық қой. Бірінші ойымыз Ливиямен кездестік. Поляның қиындығы соның бәрі әсер етті. Соған енді қарамастан әр ойыннан қорытынды шығарып, жақсылыққа несеп, әрі қарай әр орынға әрбір ойынның командаларын видеороликпен қарап, қай жерде қандай мықтылығы бар, қай жерде олардың кемшіліктері бар, соның бәрін отырып командамен ақылдасып, каждый эпизодтарды алып жеңіп шықтық деп ойлаймын. Қиын кездесу Мексика құрамасы ғой. Бәріңіз білетіндей аты шулы Мексика. Жартылай финалда ойындарын зерттедік. Мықты құрама, өте мықты құрама. Кәсіпқой ойыншылар да бар ішінде жалпы. Ол атап өтпей мүмкін емес жалпы. Енді өздеріңіз көргеніңізде енді сокка пенальти деген бар. Енді сокка пенальти бізге көмектесті, біздің олжамызға әйтеуір. Негізі сәттілік дейді, ол сәттілік ол тек мықтыларға.